Бағаны тұрақтандыруға жауапты мамандар халық көп тұтынатын азық-түліктердің шекті бағасын нақтылады. Бірінші сұрыпты бидай ұнының келісі 166 теңге, қалыпты бөлке нан 73 теңге, рошкидің бір келісі 212 теңге, қара құмық жармасы 272 теңге болып белгіленді. Ал сиыр еті 1904, тауық жұмыртқасының 10 данасы 305, күнбағыс майы 422 теңгеден аспауы тиіс. Шекті баға бекітілгелі көпшілік азық-түлік нарығындағы өзгерісті де байқаған. Бағалар да жақсы. Постоянно өсетін құмшекер, май, продукттың бәрін аптырамыз. Бағалар көңіліңізден шығады? Иә, көңілімізден шығады. Жақсы бағалар. Күрішті де бәрін өшетін аламыз. Онды да постоянно сами. Қаладағы 21 сауда орталығы мен 7 базарда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары белгіленген бағада сатылуда. Салаға жауаптылар бекітілген 9 түрлі тауардың бағасын бақылау үшін күн сайын супермаркеттер мен дүкендерді, базарларды аралап мониторинг жүргізеді. Қаладағы Фиркан, Магнум және Громад сауда желілерімен меморандумға отырып, осы 9 тауар бағарды белгіленген бағаға келісілді. Қазіргі таңда бұл сауда нысандарында толыққанды қала тұрғындарына ұсынылады. Жоғарыда айтып өткенде, осы тауарлардың бағасын 6 базарларға біз әлеуметтік сауда қатарларын ұйымдастырумен осы бағаны төмендету шараларын. Сұранысы зор тауарлардың құнын шекті бағадан көтергендер 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Қайталанған жағдайда бұл төлем 2 есеге артады. Бағаның негізсіз көтерілуіне тап болсаңыз 39-50-55 қала орталығына хабарласа аласыз. Мақпал Арыспаева, Ерланбек Саидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.